Кайырлуу күн, менин құрметті көрермендерим, калайсыздар? Бүгүн сиздерге осындай печеньеден торт жасап туруп көрсөтөтүн боламын. Өтө оңай әрі тез жасалынады және өтө дәмдүү болуп чыгат. Жасап көрүңүздөр. Көп нерсе кажет эмес, өзгөчө менен сметана гана болсо болду. Бизге шамамен 250-300 грамм сгущенка керек болады. Және 400 грамм сметана мен 15% пайдаландым, 20% пайдалансаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай масса дайын болды. Және менде осындай формаға пищевой пленканы жабыстырып коямыз. Алынган кезде өте оңай болады. Негизи печеньелерди сүткө батырып жумсартып алган дурус. Алдым. Сонда да печенье жумсак, менде сонда да өте жумсак, дәмдүү болуп чыкты. Сиздер сүткө батырып салсаңыздар болады. Осылай печеньелеріміздің барлығын орнықтырып, сметанды құйып, жағамыз, барлық жеріне сметананы тигіземіз. Печенье көп болғаннан кейін осылай 3 слой жасадым. Және сметанды көбірек құйдым. Осылай печеньені езіп, крошкасын үстіне сепсеңіздер болады. Өте әдемі болады. Дайын болған тортымызды холодильникке 6 сағатқа қойсаңыздар жеткілікті. Тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты.